Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Әлем дерлі толығымен зерттеліп қойған түсініксіз нәрселердің ғылыми жауабы табылған секілді көрінетін. Алайда бәрі біз ойлағандай оңай емес екен. Әлі де түсіндіру мүмкін емес құпиялар көптеп кездеседі екен. Бүгін сіздерге камераға түсіп қалған жауабын табу қиын түсірілімдерді көрсетеміз. Мына түсірілімде жердің екіге бөлініп орын алып жатыр. Немесе бір үлкен күш ұзын талдарды өзіне тартып жатыр. Мына адам осындай қауіпті құбылысты түсіргенше алысқа қашқаны дұрыс еді. Қазір алдарыңызда Мексиканың жағалауында табылған тіршілік иесі. Адамдар қайықпен жүзіп кетіп жатып, бір сәтте түсініксіз әрі қызықты осы тіршілік иесіне тап келді. Келесі бізде тарихи видео. Аспаннан белгісіз зат түсіп келе жатыр. Менімше ұшақтан бір затты біреу тастаған секілді. Біршама уақыттан кейін оның қалдықтары табылды. Достар, егер де сіздердің комментарияларыңыз 3 күннің ішінде 50 лайк жинаса, келесі видеомызда көрсетеміз. Қалай ойлайсыз, мына түсірілімде не болып жатыр? Барлығы бір жан секілді қозғалып жатыр. Бір жағынан қызықты, бір жағынан жағымсыз көрінеді екен. Келесі түсірілім ескі болса да, сіздерге көрсеткенді жөн санадым. Бақылау камерасы түсініксіз әрі қорқынышты көріністі түсірді. Түнде далада түсініксіз екі нәрсе жүріп жатыр. Жақындатып қарасақ, алдамшы көрініске ұқсамайды. Ендеше бұл екі елес шығар. Басқа не деуге болады? Вирджиния штатының таулы аймақтарында адамдар ұшар тарелканы түсірді. Бір қарасты ғаламшарлық кемеге ұқсайды. Алайда сену қиын. Қалай ойлайсыз, бұл монтаж ба, әлде шын ба? 21 ақпанда Channel of NBC арнасының жаңалығын көру барысында адамдар өте ерекше көрініске куә болды. Тікелей түсірілім кезінде аспанда белгісіз зат өте үлкен жылдамдықпен жоғары қарай ұшып кетті. Шар тәрізді бұл зат артында із қалдырып жоқ болды да кетті. Көрген көптеген адамдар таңғалғаны соншалықты арнаға 1 сағаттың ішінде жүздеген қоңырау келді. Алайда қызметкерлердің ешқайсысы жауап бере алмады. Себебі алдын бұндайды ешкім көрмеген болатын. Достар, видеомыз ұнаған болса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.